Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге USD GPI валютный параларына анализ қарастыратын боламыз. Соңында біз дәл осы Quotex платформасы және осы Pocket Option платформасымен сделка қарастыратын боламыз, достар. Олай болса, достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, графикке қарайтын болсақ, бізде қазір көпшіліктің көзқарасы жоғары қарай кетіп бара жатыр. Мұнда мен стрелкамен белгілеп қояйын, дәл осылай. Негізінде көпшіліктің көзқарасы төменнен келген еді, иә? Шорт позициясына қарай жоғарыдан осылай келген еді. Ендігі баға мұнда ортасында не басылып кетті? Ортасында бізде скопление аймақтары болды. Міне жерде полностью скопление аймақтары деп мен белгілеймін. Міне былай айтқанда бағалар бір-біріне шоғырланды. Енді мұнда қарайтын болсақ, бізде тұрған ең соңындағы свечалар өте үлкен және астындағы объемдары да өте үлкен екен. Бірақ астындағы кей кездегі объемдар кішігірім болды. Значит, достар, бұл жерде де скопление аймағы деп белгілеймін. Өйткені мен астындағы объемдарына қарай дәл осылай есептеп жатырмын. Енді біз нақты осы объем, соңғы жағындағы объемдарға қарайтын болсақ, бізде дәл осы екі свеча және осы екі объем өзінікін дәлелдеп тұр. Мұндағы свечаны көрдік қой, соңғы жасыл свечаны көрдік қой, оның қасында қара свечаның астыңғы тені өте ұзын болып тұр. Ол дегеніміз не деген сөз, достар? Ол дегеніміз бұл астында сатып алушылардың мекені деп тұр. Вот оның объемның өзі де айтып тұр. Даже мұндағы свечалар өте үлкен, бірақ жоғарыдағы тендері өте үлкен екен. Бұл жерде де тоже сатып алушылар тұр. Бұл жерде мен скопление аймағы деп белгілеймін. Енді бұрынғы тарихына қарай белгілеймін, достар. Мұнда қарайтын болсақ, бізде кішігірім скопление басталған. Мұнда все равно мен осы жерге қараймын да, дәл осы жерлерден мен бұрынғы тарихынан дәл осында теңескен жерден, мына жерде скопление болыпты. Міне баға бізде дәл осы жерде кетіп бара жатыр екен. Егер бір-біріне баға теңессе, мына көріп тұрмыз ғой, қара свеча мен жасыл свечаны көріп тұрмыз ғой. Бұл жерде баға теңескен. Значит, достар, біз не істейміз? Біз бұл жерден аймақ сызамыз. Сопротивление аймағын сызамыз бұл жерде. Қазір біз оны дәл осы облыстың ішіндегі остановкаларына қарай білетін боламыз. Баға нақты қайда кетіп бара жатқанын. Вот, мен осылай белгілеп алдым. Бұл сопротивление аймақ. Қызылмен белгілеген бұл сопротивление аймақ, қарсылас аймақ. Астындағы поддержка аймақ. Вот, бұл поддержка аймақ. Так, жасылмен белгілеп қоя салайын. Түсінікті болу үшін енді біз бұрынғы тарихына дәл осы жасыл сызықты алып барсақ, қай жерге дейін барады? Так,